Құрметті оқырмандар, бүгінгі өтетін тақырыбымыз ол job interview in English. Ағылшынша жұмысқа сұхбат өту екен. Бұл сабақ өте маңызды, өйткені сіздер шетелге барсаңыздар да, Қазақстанда шетелдік компанияларда жұмысқа барар кезде міндетті түрде осындай сұхбаттар өтеді екенсіздер. Енді сіздердің жоғарғы жалақы алуларыңыз немесе жақсы лауазымға барулар үшін осындай сұхбатқа дайын болуларыңыз керек. Бұл видеода сіздерге бір мысал ретінде көрсеткім келген. Енді жастардың арасында кеңінен таралған маркетолог мамандығы бойынша сіздерге осы сұхбатты ағылшынша мысалын келтірейін деп отырмын. Ал кеттік. Basic interview question. Hello Bernard, my name is John. I'm the owner of this company. Please sit down over here. Сәлеметсіз Бернар, менің атым Джон. Мен бұл компанияның иесімін. Өтінем, мына жерге отырыңыз. Thank you, Mr. John. It's nice to meet you. Рахмет, Джон мырза. Сізбен танысқаныма қуаныштымын. So, welcome to Trade Marketing Company. We specialize in digital marketing. Сонымен біздің digital маркетингке мамандандырылған Trade Marketing компаниясына қош келдіңіз. Thank you for giving me opportunity for this interview. Маған осындай мүмкіндік бергені үшін рахмет. My pleasure, Bernard. Why are you applying for a job with our company? Қуаныштымын. Bernard, сіз неге біздің компанияға жұмысқа тұруға өтініш білдіріп жатырсыз? Well, honestly, I need a new job and I love your company, so here I am. Шынымды айтсам, маған жаңа жұмыс керек. Сіздің компанияңыз маған ұнайды. Сол үшін мен осы жердемін. Tell me about yourself. Өзіңіз жайлы айтып бересіз ба? Yes, my name is Bernard. I'm 25 years old. I live in Almaty. I graduated at University of International Business, Faculty of Marketing. After graduation, I started my career in Samsung company in a position of marketing specialist in 2015. I have worked there over 3 years. Менің атым Ернар, жасым 25-те. Алматыда тұрамын. Мен халықаралық бизнес университетінің маркетинг факультетін бітірдім. Оқудан кейін 2015 жылы мен өзімнің карьерамды Samsung компаниясының маркетинг маманы ретінде бастадым. Мен ол жерде 3 жыл жұмыс істедім. Why are you leaving your present job? Неге алдыңғы жұмысыңыздан кетіп қалдыңыз? I'm looking for a company where I can contribute more and grow. I'm ready to take the next step of my career. Мен өз үлесімді қоса алатын және карьералық жағынан өсе алатын компания іздеймін. Мен карьерамның келесі қадамын жасауға дайынмын. What was the responsibilities of your last position? Алдыңғы жұмысында қандай міндеттерді атқардыңыз? Proficient and qualified maintainer of Facebook, Instagram, YouTube and other social media channels, drawing up the content plans, developing ideas for content, writing posts and etc. Familiarize with all of social media tools account promotion, targeted advertising, increasing subscribers and the followers. I'm responsible for the work of design staff such as graphic, web, and video designs for the company's social media, company advertisement in mass media creation, directing and coordinating marketing plan. Facebook, Instagram, YouTube секілді әлеуметтік желілерді профессионалды және білікті жүргізу, контент жоспарлары мен идеялар құру, мәтіндер жазу және тағы да басқалар. Барлық әлеуметтік желі аккаунттарды жүргізу, таргет жарнама, жазушылар мен оқырмандарды көбейту, дизайн мен персоналының жұмысын жауап беру. Мысалы, әлеуметтік медиа компаниялардың графикалық, веб және видео дизайнын жасау, компанияның жарнамасын бұқаралық ақпарат құралдарындағы маркетинг жоспарын құру, бағыттау, үйлестіру, осындай міндеттерді атқардым. Why should we hire you? Біз неге сізді жұмысқа алуымыз керек? I'm adaptable and flexible, and I will carry out whatever work necessary to help the organization achieve its financial and commercial objectives. I also have a knowledge of different marketing techniques and strategies, including online and offline marketing methods. Мен жұмысқа бейімді және икемдімін. Ұйымның қаржылық және коммерциялық мақсаттарына жетуіне көмектесу үшін кез келген жұмысты орындаймын. Сондай-ақ мен маркетингтің әртүрлі әдістері мен стратегияларын, оның ішінде онлайн және офлайн маркетинг әдістерін білемін. Why do you want this job? Бұл жұмыс сізге не үшін керек? Having researched your company prior to the interview today, you have an expressive track record. You hire some hugely talented people, and you also have exciting plans for the future, which I would very much like to be a part. Бүгін сұхбаттасу алдында сіздің компанияңызды зерттей келем. Сіздердің көрсеткіштеріңіз керемет екен. Өте мықты мамандарды жұмысқа аласыздар.
Сонымен бірге болашақта жақсы жоспарларымыз бар. Мен осының бір бөлігі болғым келеді. What are your strengths? Сіздің мықты жақтарыңыз қандай? I have excellent communication and written skills, a strong sense of urgency when completing tasks and projects, and also have ability to work alone, unsupervised, and also part of a team. Менің коммуникациялық және жазу қабілетім жақсы. Тапсырмалар мен жобаларды жылдам орындаймын. Сонымен қатар жалғыз, бақылаусыз ұжыммен де жұмыс істей аламын. What are your weaknesses? Сіздің әлсіз жақтарыңыз қандай? Earlier in my career, I noted that because I was so enthusiastic about my work, I tended to say yes when should have been saying no. At one point, I ended up so overwhelmed by my workload and taking so many projects that I was working even at weekend. I was stressful and that stress affected my production quality. Карьераның басында мен өз жұмысыма деген ынта ықыласым болғандықтан, мен жоқ деп айтуым керек болған кезде, иә деп айтуға бейім екенімді байқадым. Бір уақытта мен жұмысымның көптігі және жобалар майысқаным соншалық, кешке және демалыста да жұмыс істедім. Мен қиындыққа ұшырадым, сол менің жұмыс жасау сапама әсер етті. Where would you like to be in your career 5 years from now? Сіз 5 жылдан кейін қандай карьералық сатыда болғаныңызды қалайсыз? In 5 years, I'd like to be seen as someone with deep expertise in the marketing sphere. I hope to be offered the opportunity to take the lead on some huge project as a marketing manager. Мен 5 жыл ішінде өзімді маркетинг саласында терең тәжірибесі бар адам ретінде көремін. Маркетинг менеджер ретінде үлкен жобаларды жетекшілік етемін деген үмітім бар. What can you do for us that other candidates can't? Басқа кандидаттан қарағанда қандай артықшылығыңыз бар? I have a great presentation skills and I'm an extraordinary speaker with the ability to remain composed in front of a large number of people. Also, I have substantial knowledge and experience in web analytics. My familiarity with popular analytics tools such as Google Analytics, Sprint Metrics can be used when helping your company monitor and evaluate web traffic and devising appropriate marketing strategies. Менің презентациялық шеберлігім жоғары және спикер ретінде көпшіліктің алдында өзімді жақсы ұстап сөйлей аламын. Сонымен қатар, менде веб аналитика бойынша айтарлықтай білім мен тәжірибе бар. Google Analytics, Sprint Metrics сияқты танымал талдау құралдарымен таныс болуым сіздің компанияңызға веб трафик бақылауға және бағалауға көмектесіп, соған сәйкес маркетингтік стратегияларды құруға пайдалы бола аламын. What salary are you seeking and expecting? Сіз қандай жалақы күтесіз? My salary expectation is around $1,000 monthly. Шамамен айына $1000. Tell me about your proudest achievement. Өзіңіздің мақтан тұтарлық жетістіктеріңіз туралы айтып берсеңіз. Knowing copywriting skills in previous company, I wrote one text regarding product advantage, which brought to the company $5,000 per day. This was my big achievement as a marketer. Алдыңғы компанияда копирайтинг білу арқылы тауардың артықшылығына байланысты жазған бір мәтін арқасында компанияға бір күнде $5000 пайда түсті. Бұл менің маркетолог ретінде үлкен жетістігім болды. Tell me about a time you demonstrated leadership skills. Көшбасшылық лидер қабілетіңізді көрсеткен кезіңіз туралы айтып берсеңіз. Келесі сұрақ. Tell me about a challenge or conflict you faced at work and how you deal with it. Жұмыста кездескен қиындықтар мен конфликттарды қалай шешетініңіз туралы айтып берсеңіз. During the initial team briefing, we discussed the marketing strategy collectively. Unfortunately, too many members of the team felt the best way to market the product was dividing the budget 75-25 in favor of offline traditional marketing methods. I felt this was a mistake, as the research had told me the target customer base spends the majority of their time online, and that therefore we should be using digital marketing strategies. I convinced them to focus on online by showing analytics research, and it helped our company to earn money and distribute the budget correctly. Бастапқы жиналыста біз маркетингтік стратегияны командамен талқыладық. Өкінішке орай команданың көпшілік мүшелері өнімді нарыққа шығарудың оңтайлы әдісінің бюджетінің 75-25 бөлігін офлайн дәстүрлі маркетинг әдістерінің пайдасына бөлуді ұсынды. Мен мұны қателік деп есептедім. Өйткені зерттеулер нәтижесінде клиенттер базасы өздерінің көп уақыттарын интернетте өткізетінін айтты. Сондықтан біз диджитал маркетинг стратегияларын қолдануымыз керек. Мен оларға аналитикалық зерттеулерді көрсете отырып, интернетте назар аударуға көндірдім. Бұл компанияның табыс табуына және бюджетті дұрыс бөлуге көмектесті. What do you like to do outside of work? Сіз жұмыстан тыс уақытта не істегенді ұнатасыз?
I like reading and traveling. Usually I study English in my free time. Маған кітап оқыған және саяхаттаған ұнайды. Әдетте мен бос уақытымда ағылшын тілін үйренемін. What do you know about our company? Біздің компания жайлы не білесіз? Келесі сұрақ. What attracted you to this company? Сізге біздің компания несімен ұнайды? I can see that your company has much future growth potential. I would like to grow my career at a company that has a great reputation in digital marketing. Бұл компанияның болашаққа өсу әлеуеті зор екенін байқадым. Digital маркетингте репутациясы мықты компанияда өз карьерамды құрғым келеді. What are your goals for the future? Болашақта мақсаттарыңыз қандай? I would continue developing my marketing expertise over the next several years. One of the reasons I'm interested in working for a fast-growing startup company is that I'll collaborate with many different departments. I believe this experience will serve me well in achieving my ultimate goal of someday leading a marketing department. Мен маркетинг тәжірибемді алдағы бірнеше жылда дамытуды жалғастырар едім. Мен тез дамып келе жатқан стартап компанияда жұмыс істеуге қызығушылығымды танытатын себептердің бірі, көптеген түрлі бөлімдермен қарым-қатынаста боламын. Менің ойымша бұл тәжірибе маған маркетинг бөлімін басқарудың түпкі мақсатына жетуге көмектеседі. Are you willing to relocate? Сіз көшуге дайынсыз ба? Yeah, sure. Yeah, әрине. When can you start? Жұмысты қашан бастай аласыз? I can start from tomorrow. Ертеңнен бастай аламын. Do you have any questions for me? Бізге сұрағыңыз бар ма? What are the most important skills and qualities must have to succeed in this position? Осы қызметте жетістікке жету үшін қандай маңызды дағдылар мен қасиеттер болу керек? Келесі сұрақ. What are the performance expectations for someone in this position? Осы лауазымдағы адамның қандай жұмыстарды істегенін және қандай үмітті күтесіздер? Ал достар, бүгінгі сұхбатымыз бітті. Осы мысалдарды пайдаланып, мысалы бара жатқан мамандыққа байланысты өзгертіп, алдын ала дайындалып, сөйтіп дайындалып барсаңыздар, міндетті түрде осы сабақ сіздерге пайдасын тиеді. Ал достар, келесі кездескенше.